Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен бүгін ораманнан рецептісімен бөлсем. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ұн салып, қамырымыз езіліп, жыртылып кетпеу үшін бір жұмыртқа қосамыз. Шай қасық тұз салып, су құйып, қамыр елейміз. Қамыр елеп болған соң, ыдыстың бетін салафанмен жауып, қаныққанша 15 минутқа алып қоямыз. Әрі қарай салмасын дайындаймыз. Етті майдалап турап аламыз. Содан соң етке туралған асқабақ, пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Асқабақ қосу міндетті емес, өздеріңіз қалауыңыз бойынша қоспауыңызға да болады. Алып қойған қамырды жұқалатып жаямыз. Дөңгелетіп жайып болғаннан кейін күнбағыс маймен қамырдың бетін майлаймыз. Дайын салманы салып, рулет тәрізді қылып орап аламыз. Екі рулет болып шықты. Содан соң мантаваркының бетін жақсылап күнбағыс маймен майлап аламыз. 45-50 минутқа дайын болғанша дейін пісіріп аламыз. Ас болсын, видео рецепт ұнаған болса, YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздермен бірге болған дәметкен.